Саламатсыздар ма, көрермендер, қалайсыздар? Бүгін сіздерге керемет әрі тез уақытта дайын болатын, яғни құрамында картошка қосылған өте дәмді осындай нанның рецептімен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп кетсеңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал ендеше нанымызды бастаймыз. Бұл нанды жасау үшін бізге қажет болады. Ең алдымен картошка қажет болады, піскен. Шекер, дрож және де тұз қажет болады. Жылы су және де жылы сүт қажет болады. Менде сүтім аздап ашыңқыраған, бірақ сонда да мен оны қолданып жіберемін. Сүтті осылай картошканың үстіне салып, жақсылап еземіз. Менде ысырапшылыққа жол жоқ деген не ғой. Сонымен барлық сүтім бар ма, барынша төкпеуге, тастау, бір нәрсе пісіріп осылай қолданамын. Ешқандай түйіршік болмау керек мына жерде. Езіп алдық. Енді осыны ыдысымызға саламыз. Үстіне аздап ет жіберіп, осылай бұны да сал жібереміз. Барынша еріп кету керек. Бұл нанымыз бестің шайіне өте керемет болады. Толық рецепті описанияда қалдырып кететін боламын. Енді ұн салып, қамырымызды иіреміз. Ұнды да аз-аздан салып отырамыз. Бірденен көп салып жіберуге болмайды. Бисмиллахиррахманиррахим. Міне почти біздің нанымыз дайын болды. Ұнымыз, қамырымыз деген аздап қолға үстіп жапсыңқырап тұрады. Қазір үстіне аздап май құйып жіберемін. 1-2 қасықтай сұйық май. Барлық бөлігіне жеткізіп жағып шығамын осы майды. Одан кейін міндетті түрде 1 сағат көтерілуге қоямын. Әр жарты сағатта бір неттен қайтарып отырамыз. Сонда біздің нанымыз піскенде де керемет болып шығады. Бетін пищевой пакетпен жауып, жылы жерге орап қоямын. Нанымыз көтерілді. Осындай мен формаға пісіремін. Аздап астын майлап аламын осылай. Алыну оңай болу үшін. Нанның бетіне осындай пищевой пакет қолданамын мен. Бұл пакетикті осылай аккуратно алып қоя тұрамын. Қазір расстойкаға қойған кезде бетін жабуға керек болады. Және де нанымызды осылай етіп тегістеп аламын. Және де үстіп бет жақтарын формаға келтіреміз осылай.
Ал енді бетіне осы жаңағыдегі пищевой пакетімді қайтадан жауып, бетіне жылы майлық жауып қоямыз. Расстойкада бір 15-20 минут тұрса жеткілікті. Мінекей, нанымыз көтеріліп, формасы ұлғайған. Енді осыны қызып тұрған 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бетіне аздап жұмыртқа жақсаңыздар да болады. Немесе еш нәрсе жақпай өзін пісірсеңіздер де болады. Мінекей, біздің нанымыз дайын болды. Бетіне мен аздап сармай жағып жібердім. Нанымыз жұмсақ, әлі ыстықтау болып тұр. Толық рецепті мен описанияда қалдырып кететін боламын. Барлығын, неше граммнан қосатындарыңыздың барлығын сол жерден қарап, сіздер де менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет нан. Бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар. Қазір сіздерге арасын кесіп көрсетейінші. Пышағымды алдым. Тура ортасынан бөлейінші. Ыстық әлі. Көпсіңіз ортасын көрсетіңізші деп кейін барып комментарияда қалдырып жатасыздар. Міне, өте ыстық болып тұр. Міне. Арасы толық піскен, еш қорықпай пісіре берсеңіздер болады. Өте керемет нан. Ал бізге ас болсын.